Мен Ақтау қаласы полиция басқармасы, жергілікті полиция қызметі, учаскелік полиция инспекторы, полиция капитаны Саттар Әзімбек. Қазіргі таңда жауапты учаскелік полиция инспекторы болып қызмет атқарудамын. Учаскелік полиция инспекторының басты мақсаты халыққа жақын болып, халықпен тығыз қарым-қатынаста болу. Жұмыс уақытымыз күнделікті 08:30-дан саптық жиыннан басталып, әрі қарай күнделікті тапсырмамызды алып, кезекші бөлімнен түнде түскен арыз шағымдар бойынша заңды шешім қабылдап отырамыз. Байланысты Ақсай 29. Қабылданды, бағыт алудамын. Учаскелік полиция инспекторы сіздің мекен-жайдан шақыртуға келіп түсті. Күніне 102 пульт арқылы 3-4 және өзіміздің қызметтік ұялы нөмірімізге 5-6 шақырту келіп түседі. Шақыртуға 5-7 минут ішінде дереу жетіп, заңды шешім қабылдауымыз керек. Саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Жақсы, рахмет. Рахмет осы постоянно келіп, хабар алып, бізбен тығыз қарым-қатынаста болғаныңызға. Әр квартирада алдында өзіңіз берген визитка бар, чатта да барсыз. Біздің шағын аудан бойынша әр үйдің өзінің WhatsApp желісі арқылы группалары бар. Сол группаларында учаскелік полиция инспекторы, яғни мен бармын. Қандай да бір сұрақтары болса, маған тікелей байланысқа шығып отырады. Және полиция тарапынан хабарламалар болса, жедел профилактикалық іс-шаралары тұрғындарға жеткізіп хабарлап отырамыз. Саттар Әзімбек өзінің қызметін адал атқарып, жиі бізбен байланысты. Учаскелік полиция инспектордың жұмысы, яғни күнделікті әртүрлі санада тұрған азаматтарды тұрғылықты мекен жайы бойынша тексеріп, қылмыстың алдын алу. Күніге әртүрлі шақыртулар түседі. Оның бірі 2022 жылы қауіпсіз аула камерасы арқылы қызмет атқару кезінде 30 шағын аудан тұрғын үйлердің бірінде әйел адамның өз-өзін қол жұмсамақ болғаны анықтап, әйел адамды өз-өзіне қол жұмсаудан алдын алдық. Және де 2023 жылдың мамыр айында өзіме бекітілген шағын ауданда қызмет атқару кезінде жедел басқару орталығынан тұрғын үйдің шатырында жасөспірім, яғни кәмелетке толмаған жас қыз өз-өзін қол жұмсауы деген дерек келіп, дереу аталған мекен жайға барып, жасөспірім қызды өз-өзіне қол жұмсаудан алдын алдық. Жасөспірімдер жөніндегі инспекторге тапсырып, профилактикалық жұмыстар жүргізілді. Уақытпен санаспай, тәулік бойы қызмет атқаратын болғандықтан, біздерде бос уақыт тапшы. Соған қарамастан, отбасымызға көңіл бөліп, және де спортпен шұғылданып тұрамыз. Қауіпсіз аула камералары орнатылған. Камералар арқылы біздер құқық бұзушылықты және қылмыстың алдын алу мақсатында жұмыстанамыз. Осы бейне камера арқылы жыл басынан бастап біздер 100-ден астам құқық бұзушылықты анықтап, оған қатысты тиісті әкімшілік хаттамасын жасақтадық.